Достар, енді біздер возвраттың бірінші варианты жайлы сөйлесіп өтетін боламыз. Возвраттың бірінші варианты бұл біздің есебімізден жүргізілетін возвраттар. Мысалға, қаланың ішіндегі возвраттар болуы мүмкін. Клиент алды да сразу возврат жасағысы келіп қалуы мүмкін. Көп өткізбей уақытты. Енді клиентке ұнамай қалды ма, сынып барды ма, бір причина болуы мүмкін да. Соған байланысты возврат жасағысы келіп тұр. Соны отказ жасауымыз керек енді біздер. Одан клиент курьер барып алып кету керек. Оның үшін контроль качествоға кіреміз. Контроль качестводан завершенный заказға кіреміз. Оның ішінен біздер мына архив заказдар тұр ғой. Новый номер заказа деген жер бар ғой, номер заказа деген жер. Сол жерге клиенттен ана нөмірімізді сұрап аламыз, заказдың нөмірін. Соны мына жерге жазамыз поискқа. Поискқа жазамыз, достар. Клиент біздерге жіберген заказдың нөмірін осы жерге жазып іздейміз. Міне жазып жатырмын. Осы архивте барлық заказдар тұрады. Мына жерде мен қате жазыппын. Шықпады, қате жазылыпты бір нөмірі. Қазір қайтадан жазып шығатын боламын. Қазір поискті береміз. Міне шықты уже заказ. Кім возврат жасағысы келіп тұр, және толық мәліметтер, Алматы қаласы, аты жөні, телефон нөмірі бәрін осы жерден көре аламыз клиенттің. Ашамыз заказды. Ашқаннан соң осы жерде толық мәлімет бар. Кім апарып тастаған, қандай доставканың түрі, осы жерде тұрады бәрі. Яндекс такси апарыпты. Оформить возврат дегенді бассақ, SMS келеді біздерге. SMS келеді. Міне осы жерден толық мәліметті көріп қаламыз. Біздердің есебімізден деп тұр 302 теңге. Оформить возвратты басамыз. Міне email поштамызға немесе телефон нөмірімізге екеуіне де SMS келеді. 4 цифрлы SMS келеді. Соны мына жерге жазатын боламыз, достар. Одан кейін заказ оформить возврат не болады, уже дайын болады. Дайын болды деген хат поштамызға келеді. Оның үшін мына жерге қазір SMS келсін. SMS-ті жазып жіберетін боламыз мына жерге. Кешікпей 2-3 секундтың ішінде SMS келетін болады. Міне SMS келді. Қазір қателесіп кетіппін. Мына жерде қазір SMS келді, міне поштамызға. Сол SMS-ті 4 цифрлы SMS-ті жазатын боламыз, достар. Міне осылай жазып шығамыз. Жоқ, қателесіп кетіппін. Uzun цифр болмайды бұл. 4 цифр болады. Осын жазамыз. Оформить возвратты басамыз осы жерде. Міне. Возврат заказа находится на рассмотрение. Қарастырылуға кетті. Біздерге поштамызға хат келеді. Болды, возврат жасалады деп ар жақтан. Соны күтетін боламыз, достар. Жалпы возвраттың бірінші түрі осындай болады варианты, достар. Возвратты қайта естеріңізде сақтап қойыңыздар. Клиент бірінші сіздерге звондайды. Сіздерден жұмыс бітіре алмаса, олар Каспи менеджерге хабарласады. Каспи менеджерге хабарласқаннан кейін жұмысыны осындай жұмысын бітірмей жатыр деп біздерде жамандайтын болса, біздерге олар мерчантқа жазады, контроль качествоға жазса, біздердің поштаны, немізді, логин паролымызды, жалпы магазинімізді блокқа қояды олар. Соған дейін жеткізбей тұрып, возвратты жасауымыз керек, достар. Если Каспи магазинда тұрақты жұмыс істеймін десеңіздер, осыға көнуге тура келеді. Возвраттар болып тұрады осындай. Соның ішінде Каспи KZ-тен клиенттер көп сатып алады. Жақсы, сау саламатта болыңыздар.